Президенттік қаулысы бар, игермей жатыр. Иә. А игерілмеген жерді президент қайтару керек. Балық шаруашылығы бар. Ол балық жұмыс істемейді. 1000 гектар жерді қоршап алған почти. 1000 гектарга қанша мал керек? Бұл жер қоршаулы тұрды, сыртта малдың бәрі құлап жатыр. Бұл уәжбен аудан әкіміне де бардық, облыс әкімі де хабардар. Ешқандай нәтиже жоқ. Талабымыз министерстводан келіп, оны жерді алып, мына халыққа беру. Кәсіпкердің көмегі жоқ, басқасы жоқ. Тек қана халыққа зиян. Келес ауданның әкімі біздің халық үшін, осы Қошқарата елді мекен үшін жұмыс істемейді. Түркістан облысы Келес ауданы Қошқарата ауылдық округінде жайылым мәселесі күннен күнге ушығып барады. Ауыл тұрғындарының жалғыз күнкөрісі мал шаруашылығы. Бірақ жайылым жердің тапшылығынан 4 түлік аштан қырылып жатыр. Жақында көтерілген бұл мәселеге байланысты Келес ауданы әкімдігі ресми жауап берді. Ондай сері еркін жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2007 жылы 1092 гектар жер заңды түрде жалға берілгені, 2019 жылы оның 300 гектар егістікке ауыстырылғаны, серіктестік мал бағуға келісім бергені көрсетілген. Сондай-ақ әкімдік Шалкент жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 250 гектар жерінде балық шаруашылығы жұмыс істеп тұрғанын мәлімдеді. Алайда ауылда егістік те жоқ, балық шаруашылығы да жоқ. Жер бос тұр. Жылдар бойы су шығарылмады, егін егілмеді. Әкімдік аталған шаруашылықтар тек қағаз жүзінде ғана бар. Ал шын мәнінде халықтың малы аштан қырылуда. Жайылым деп көрсетілген аймақтар қоршалып тасталған. Мал бағуға келісім берілді деген уәж орындалмаған. Себебі тұрғындар малын өріске шығара алмай отыр. Қошқарата халқының жалғыз талабы ортақ жайылымда халыққа қайтару. Олар билік тарапынан арнайы комиссия құрылып, жердің шынайы жағдайы тексеріліп, әділ шешім шығарылуын күтуде.